Саламатсыздар. Бүгінгі видеоның тақырыбы үйдің пешін қалай саламыз. Қазір ауыл жерде газ жоқ. Үйге пеш саламыз, көмірмен жағатын. Трубасын тігінен қойып, ана крышадан шығарып кетсек, отын тез жанып кетеді. Сол үшін соған арнап пеш саламыз. Құдығын саламыз. Естеріңізде болса, Союз кезінде, одан кейін де қазір салып жүргендерде 3 құдық, 5 құдық, 7 құдық деп ішінде осындай құбырлары бар пеш салып қояды. Ол тазалау да оңай емес, тез бітеледі. Сол үшін өте тиімді, жаңағы мына жылуға да эконом, көмірге де эконом, размерде жақсы, тазалау кезінде де өте қолайлы. Сондай пештің схемасын сіздерге айтып өтейін деп жатырмын. Мен өзім пешник емеспін. Мен осы үйде 110 квадратты жылып тұрған тура осындай пеш салдым. Есіктің алдында қара шаңырақ бар, үлкен үй, бірақ ескірек. Ол жерде мынаны 21-ші салдым. Есіктің алдындағыны мынаны салып болғаннан кейін, осының жаңағы результатын көріп болғаннан кейін, есіктің алдында екінші пеш салдым. Ол пеш қысты күні 2 шелекпен әрең қызитын пеш. Сол пешті салғаннан кейін 1 шелекті толтырып салсам, расчетный бачоктан суды ағызып жібереді. Мына пешті де, өшірде тұрған пешті де расчетный бачоктан толтырып салсам, суды ағызып жібереді. Бұл жерде мотор тұр, насос тұр. Соның өзінде жаңағы үйде паровой бар. Мына пешті жаққан кезде паровойға астынан да үстінен де қол тимейтін болады. Сол үшін видеоны көрмей тұрып, қоңырауды басып, каналға тіркеліп қоңырауды басып, лайкты басып кетіңіздер. Сіздерге көп ешкім айта бермейтін, даже пешниктер, осы пешті салатын адамдар бұның схемасын көбі біле бермейді. Білген адамдар бұны жасырады. Мен соны сіздерге айтып өтейін. Енді пеш менде осы жерде жаңа сапок пеш тұр. Сапок пешті көрген адам, 2 адам айтты, бұл пеш маған ұнамады деп. 1 жылда 3 рет тазалаймын деп. Бірақ мына пештен мен от жаққаннан кейін астында жауып тастаймын. Мына жерінде суырмасын, жаңағы оттың жалыны аздан шықсын деп неде суырма қойып қойғам, соны жартылай жауып қоям. Соның өзінде жаңағы қатты қайнап, сондай қызмет істейді. Бұл пешті мен жаққанда, бұрын бұл пешті салмай тұрып, отын кесіп, оны чөлкелеп, оны жаңағы балтамен шауып, отын дайындайтын қыста. Қазір мен чырпы ғана дайындаймын. Күніне 2 сағаттан чырпыны шауып болсам, 3 күнде бір қыстық отынды дайындап тастаймын. Бұл жерге бір уыс жаңағы шырпы салам, үстінен жаңа жарты шелектен азырақ кесек көмір салам. Сол кішкене жанып бастаған кезде үстінен тағы да бір жарты шелек ұсақ көмір салам. Болды. Одан кейін астын үстін бәрін жауып тастаймын. Үйді жақсы қыздырады. Енді пештің схемасын айтып кетейін. От жанат, от жаққаннан кейін табиғаттың заңы бойынша ол жылу, от барлығы жоғары көтеріледі. Енді мынау құбыр, мына жер құбыр болады, бұлай қарай шығатын. Бұл енді от жанғаннан кейін ешқашан бұлай қарай бармайды. Егер стенаңыз 3 метр болса, сол 3 метр стенаға салып тастауға болады. Бұлай қарай 2 метр, 3 метр қып, биіктігі 3 метр қып, ортасын 2-ге бөліп.